Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Ұлттық бірыңғай тестке дайындықтың челлендждің бүгін бізде 4-ші күні. Бүгін біз сіздермен 4-ші нұсқаны талдайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Сарыарқа даласының негізгі табиғи қорлары: А. Мыс, В. Марганец, С. Тұз, Д. Темір, Е. Газ, Ф. Мұнай, G. Фосфор, H. Хром. Яғни Сарыарқа даласының негізгі табиғи қорлары. Бұл жерде бұл сұрақта бізде бірнеше жауап бар. Ол мыс, марганец және темір. Келесі екінші сұрақ. Азиядағы сергітпе дақылының отаны: А. Непал, В. Қазақстан, С. Вьетнам, Д. Қытай, Е. Филиппин. Яғни Азиядағы сергітпе дақылының негізгі отаны ол бізде әрине Қытай мемлекеті болып саналады. Келесі үшінші сұрақ. Жапон теңізінде тереңдігі 3720 метр тұрған кемедегі эхолотқа келетін дыбыс сигналының уақыты: А. 13 секунд, В. 5 секунд, С. 15 секунд, Д. 2,5 секунд, Е. 10 секунд. Яғни бұл жердегі дұрыс жауап бізде 5 секунд. Келесі төртінші сұрақ. Тынық мұхит жағалауындағы ірі порттар: А. Роттердам, Гамбург, Росток, В. Бостон, Филадельфия, Жаңа Орлеан, С. Марсель, Генуя, Неаполь, Д. Кобе, Нагоя, Якогама, Е. Монтевидео, Рио-де-Жанейро, Джорджтаун. Яғни тынық мұхит жағалауындағы ірі порттар әрине ол бізде Д жауабы Кобе, Нагоя және Якогама болып саналады. Келесі бесінші сұрақ. Үнді мұхитына құятын Африканың өзені: А. Замбези, В. Сенегал, С. Конго, Д. Нигер, Е. Нил. Яғни Үнді мұхитына құятын Африканың өзені ол бізде әрине Замбези өзені болып саналады. Келесі алтыншы сұрақ. Ұлттық дін немесе діндер: А. Синтоизм, В. Буддизм, С. Шаманизм, Д. Фетишизм, Е. Даоцизм, Ф. Индуизм, G. Анимизм және H. Тотемизм. Яғни бұл сұрақта бірнеше жауап бар. Әрине ол синтоизм, даоцизм және индуизм болып саналады. Келесі жетінші сұрақ. Латын Америкасындағы өнеркәсіп орталықтарының негізгі бөлігі тиесілі ел немесе елдер: А. Парагвай, В. Мексика, С. Перу, Д. Бразилия, Е. Аргентина, Ф. Боливия, G. Эквадор және H. Уругвай. Әрине Латын Америкасындағы өнеркәсіп орталықтарының негізгі бөлігі тиесілі елдер ол Мексика, Бразилия және Аргентина мемлекеті болып саналады. Келесі 8-ші сұрақ. Органикалық шөгінді жыныс: А. Бастапқы түрі өзгерген жыныс, В. Өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарынан қалыптасқан жыныс, С. Сыртқы күштер әсерінен қалыптасқан жыныс, Д. Жердің терең қойнауында балқып шыққан қоймалжың зат, Е. Теңіз тартылғанда қалыптасқан жыныс. Әрине органикалық шөгінді жыныс ол бізде В жауабы өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарынан қалыптасқан жыныс болып саналады. Келесі 9-ші сұрақ. Жезқазғанның ірі мысты ауданын дәлелдеген ғалым: А. Қаныш Имантайұлы Сәтпаев, В. Северцев, Е. С. Семенов, Д. Шоқан Валиханов, Е. Краснов. Әрине Жезқазғанның ірі мысты ауданын дәлелдеген ғалым ол бізде Қаныш Имантайұлы Сәтпаев. Келесі 10-ші сұрақ. Африка материгін зерттеуші немесе зерттеген немесе зерттеушілер: А. Гюнкер, В. Стенли, С. Гумбольдт, Д. Ливингстон, Е. Семенов, Ф. Маккензи, G. Гудзон және H. Ваиков. Әрине Африка материгін зерттеген зерттеушілер ол бізде үш жауап бұл сұрақта: Гюнкер, Стенли және Ливингстон. Міне картадан көріп отырмыз. Ең бірінші Африканы зерттеген, әрине Африкаға ең бірінші жеткен ол бізде Василий Васильевич Юнкер. Сонымен бірге Дэвид Ливингстон және Стенли зерттеген Африканы. Келесі 11-ші сұрақ. Ақмола облысының ауданы 146 000 км², облысқа тиесілі Қазақстан аумағының үлесі: А. 0,26, В. 0,3, С. 0,11, Д. 0,54,
Е 0,22. Әрине, бұл жерде бұл сұрақта жауап Д жауабы 0,54. Келесі 12-ші сұрақ. Қазақстанмен шектесетін федерациялы ел немесе елдер: А. Тәжікстан, В. Иран, С. Қытай, Д. Ресей, Е. Үндістан, В. Ф. Монғолия, G. Қырғызстан, H. Әзірбайжан. Әрине, Қазақстанмен шектесетін федерациялы бір ғана мемлекет, ол бізде Ресей мемлекеті, Қазақстанның солтүстігінде орналасқан мемлекет. Келесі 13-ші сұрақ. Тропосфера шектесетін атмосфера қабаты: А. Стратосфера, В. Ионосфера, С. Астеносфера, Д. Тропосфера және Е. Фотосфера. Әрине, тропосфера шектесетін атмосфера қабаты ол стратосфера. Тропосфера мысалы жердің атмосфера қабатынан, атмосфераның ең төменгі қабаты 11 километрге дейін орналасқан. Тропосфераның ең жоғарғы қабаты ол бізде стратосфера қабаты болып саналады. Ол жерден 20 километрден 50 километрге дейін орналасқан. Келесі 14-ші сұрақ. Бірдің 30 миллионға қатынасы масштаб бойынша глобус бетіндегі 1 сантиметрге жер бетінде сәйкес келетін қашықтық: А. 30 километр, В. 300 километр, С. 0,3 километр, Д. 3000 километр, Е. 3 километр. Яғни бұл жерде бір жауап, әрине ол В жауабы 300 километр болып саналады. Келесі 15-ші сұрақ. Хан Тәңір мен Джомолунгма Эверест шыңдарының биіктіктерінің ара қатынасы қанша? А. 15843 метр, В. 6995 метр, С. 760 метр, Д. 8848 метр, Е. 1853 метр. Яғни ара қатынасы деп тұр бұл жерде Хан Тәңір мен Джомолунгма. Әрине біз 8848 метрден азайтамыз 6995 метрді. Сол кезде бізде Е жауабы шығады, ол 1853 метр. Келесі 16-ші сұрақ. Жердің ядросын құрайтын заттар: А. Мыс, темір, В. Никель, хром, С. Темір мен никель, Д. Темір мен қорғасын, Е. Мыс пен мырыш. Жердің ядросын құрайтын заттар, әрине ол бізде С жауабы темір мен никель. Келесі 17-ші сұрақ. Оңтүстік Африка елдері: А. Оңтүстік Африка Республикасы және Ангола, В. Свазиленд пен Зимбабве, С. Мозамбик пен Танзания, Д. Зимбабве мен Замбия, Е. Ангола мен Замбия. Әрине, оңтүстік Африка елдері ол бізде Свазиленд және Зимбабве мемлекеттері, міне картада берілген. Ең бірінші Свазиленд, екінші міне мына суретте Зимбабве берілген. Келесі 18-ші сұрақ. Жетекші дамушы елдердің ерекшелігі немесе ерекшеліктері: А. Өнеркәсіптің жоғары дамуы, В. Постиндустриялық дамуы, С. Аграрлық секторы басым, Д. Саяси жағдайы тұрақсыз, Е. Қаржы экспортта, Ф. Экономикалық әлеуеті жоғары, G. Жоғары технологиялар басым, H. Жалпы ішкі өнімнің жоғары болуы. Яғни жетекші дамушы елдердің ерекшелігі ол бізде бұл сұрақта дұрыс жауап. Ол өнеркәсіптің жоғары дамуы, экономикалық әлеуеті жоғары және жалпы ішкі өнімнің жоғары болуы. Келесі 19-ші сұрақ. ақш-тағы байырғы халықтың үлесі: А. 84%, В. 12%, С. 1%, Д. 9%, Е. 4%. Яғни ақш-тың байырғы халықтың үлесі ол 1%. С жауабы. Келесі 20-ші сұрақ. Қазақстанда жер көлемі жөнінен ең үлкен экономикалық аудан: А. Солтүстік Қазақстан, В. Батыс Қазақстан, С. Орталық Қазақстан, Д. Шығыс Қазақстан, Е. Оңтүстік Қазақстан. Әрине, Қазақстан жер көлемі бойынша ең бірінші орында алып отқан экономикалық аудан ол бізде Батыс Қазақстан болып саналады. Келесі 21-ші сұрақ. Таудың етегінде атмосфералық қысым 752 мм, таудың басында 350 мм, таудың биіктігі қанша? А. 700 метр, В. 420 метр, С. 4020 метр, Д. 1000 метр, Е. 5020 метр. Яғни бұл есептің шығарылу жолы, әрине біз таудың етегіндегі бірінші атмосфералық қысымдан 752 мм-ден азайтамыз, яғни таудың басындағы қысымды бұл жерде 350 мм. Сол кезде бізде тең шығады 402 метр. Әрине
402 не істейміз? 402-ні біз көбейтеміз 10-ға, сол кезде бізде шығады 4020 метр. Яғни жауап С жауабы 4020 метр. Келесі 22-ші сұрақ. Украинаның Одесса, Херсон қалаларында орналасқан нысан немесе нысандар. А. Түсті металлургия орталықтары. В. Басты порттар. С. Құрылыс материалдардың негізгі орталықтары. Д. Қара металлургия орталықтары. Е. Тоқыма өнеркәсібінің орталықтары. Ф. Химия кешенінің орталығы. G. Ірі жылу электр станциялары. H. Ірі қант зауыттары. Әрине, Украинаның Одесса, Херсон қалаларында орналасқан нысан, ол бізде В жауабы басты порттар. Келесі 23-ші сұрақ. Полиэтилен зауыты орналасқан қала. А. Алматы. В. Ақтөбе. С. Атырау. Д. Тараз. Е. Шымкент. Полиэтилен зауыты орналасқан қала, әрине, ол бізде Атырау қаласы саналады. Келесі 24-ші сұрақ. Орталық Қазақстанда өндірілетін табиғат ресурстары. А. Мұнай, көмір, хром. В. Көмір, хром қорғасын. С. Хром, мұнай, темір. Д. Көмір, темір, мыс. Е. Хром, қорғасын, вольфрам. Әрине, орталық Қазақстанда өндірілетін табиғат ресурстары ол бізде көмір, темір, мыс болып саналады. Келесі 25-ші сұрақ. Франция мен Ұлыбританияны бөлетін бұғаздар. А. Гибралтар, Босфор. В. Ла-Манш, Па-де-Кале. С. Лаперус, Па-де-Кале. Д. Босфор, Дарданель. Е. Ла-Манш, Босфор. Яғни бұл сұрақта В жауабы дұрыс, Ла-Манш және Па-де-Кале. Бірінші міне көріп отырмыз, Франция мемлекеті және Ұлыбритания мемлекеті. Мына жерде бізде Па-де-Кале бұғазы, оның жанында орналасқан Ла-Манш бұғазы. Яғни екі бұғаз бір-біріне өте жақын орналасқан. Келесі 26-ші сұрақ. Қазақстанның нарықтық экономикаға өте бастаған кезеңі. А. 1950 жылдан бастап. В. 1940 жылдан бастап. С. 1990 жылдан бастап. Д. 1970 жылдан бастап. Е. 1980 жылдан бастап. Ф. 2000 жылдан бастап. Ж. 1960 жылдан бастап. H. 2010 жылдан бастап. Әрине, Қазақстанның нарықтық экономикаға өте бастаған кезеңі 1990 жылдан бастап. 27-ші сұрақ. Жанатын пайдалы қазбалар. А. Көмір қорғасын. В. Никель, хром. С. Көмір мен мыс. Д. Фосфорит пен газ. Е. Мұнай мен көмір. Әрине, жанатын пайдалы қазба ол бізде көмір мен мұнай. Келесі 28-ші сұрақ. Дүниежүзінде темір қоры жөнінен алдыңғы орынды алатын Латын Америкасының елі. А. Мексика. В. Венесуэла. Д. Колумбия. С. Колумбия. Д. Бразилия. Е. Аргентина. Әрине, Латын Америкасының ең бірінші темір қорынан бірінші орынды алатын, ол бізде Бразилия болып саналады. Келесі 29-ші сұрақ. Солтүстік Қазақ жазығындағы темір кен орны. А. Соколов, Сарыбай. В. Қашар. С. Ақсу. Д. Теміртау. Е. Қауынды. Ф. Кентөбе. Д. Ж. Дөң. H. Кемпірсай. Солтүстік Қазақ жазығындағы темір кен орындары, яғни бұл сұрақта екі дұрыс жауап, ол Соколов, Сарыбай, әрине, сосын Қашар. Келесі 30-ші сұрақ. Оңтүстік Американы кесіп өтетін климаттық белдеулер. А. 3. В. 4. С. 2. Д. 6. Е. 1. Яғни оңтүстік Американы кесіп өтетін климаттық белдеулер, ол бізде 6. Жақсы оқушылар, бүгін біз сіздермен 4-ші нұсқаны талдап біттік. Келесі кездескенше қош, сау, саламатта болыңыздар.